Сәлеметсіздер ме балалар, қазір бізде дүниетану сабағы. Сәлем алтын күн, сәлем жер ана, сәлем достарым, сендерді көргеніме қуаныштымын. Мозаикалық әдіс арқылы топқа бөлу. Балаларды 4 топқа бөліп аламыз. Сабақтың тақырыбы мен қазақпын. Оқу мақсаты тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілері туралы әңгімелеу. Барлық оқушылар орындай алады. Көрнекі материалды қарап, қазақ халқының батыр кейіпкерлері туралы айта алады. Өз елінің мемлекеттік белгілерін атай алады. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Көрнекі материалдарға сүйеніп, неліктен батыр атанғаны жөнінде өз ойымен бөліседі. Тәуелсіз мемлекетіміздің негізгі белгілерінің мағынасын біледі. Көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірі туралы айтады және қазіргі заман батырларынан мысалдар келтіреді. Келесі бізде миға шабуыл әдісі зымыран сұрақтары. Мағынаны тану. Мұндағы дескриптор топтық талқылауға қатысады. Бейне үзіктегі кейіпкерлерді анықтайды және оның жасаған ерлігі туралы және тигізген пайдасы туралы ойларын білдіреді. Бірінші топ толағай тобы дәптермен жұмыс. Дескриптор қажетті заттарды бояйды, артық заттарды табады. Келесі бізде екінші топ, ол Қасымхан тобы оқулықпен жұмыс жасайды. Дескриптор мақал-мәтелдерді айтады және мағыналарын түсіндіреді. Келесі топ жылқы тобы. Дескриптор тиісті кейіпкерге тән қасиетті анықтайды, сәйкестендіреді. Келесі бізде топ киіз үй тобы. Дескриптор қазақ халқының қасиеттерін топтастыру. Енді бізде сергіту сәті жасалынады. Тақтамен жұмыс оқушыларға қазақ халқының тұрмыс тіршілігі, салт дәстүрі және ұлттық киімдері 4 түлігі деп жазылған тірек сызбаны толықтыру. Рефлексия: бүгін қандай батырлардың есімдері аталды? Екі кейіпкердің ұқсастығы мен айырмашылықтары бар ма? Батыр болу үшін тек қана қолына қару алу керек па? Толағайға қажетті нәрселерді ата. Қасымхан қандай батыр? Бағдаршам бізде кері байланыс. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.